Баршаңызға сәлем. Сіздермен бірге бүгін аштыққа қосылған пирог жасайтын боламыз. Бізге керекті: 1 стакан жылы сүт қосамыз, 100 грамм ертілген сармай қосамыз, 1 ас қасық аштық қосамыз, 150 грамм қант қосамыз. Осының барлығын жақсылап араластырып аламыз. Әрі қарай жұмыртқамызды бөлек ыдыста араластырып аламыз. Оны қамырымыздың бетіне құямыз. Әрі қарай ұн қосып, жұмсақ қамыр илейміз. Қамырымыз дайын болды, бетін жауып 1 сағатқа қойып қоямыз. Енді салмамызды дайындаймыз. Бізге керекті таңқурай. Таңқурайдың үстіне қант қосамыз. Екеуін жақсылап араластырамыз. Қамырымыз дайын болды. Қамырымызды екіге бөліп аламыз. Bir bölігін қолмен табамыздың ішіне жайып шығамыз. Оның үстіне салмамызды саламыз. Енді екінші бөлігін бетін жауамыз. Бетін пленкамен жауып, жарты сағатқа қойып қоямыз. Енді бізге керекті 50 грамм сармай, оның үстіне 3 ас қасық қант қосамыз. Оны жақсылап қолмен езіп аламыз. Міне пирогымыз көтерілді. Оның үстінің барлығын осылай тесіп аламыз. Үстіне сармайымызды қосамыз. 180 градуста 30-35 минут пісіріп аламыз. Міне пирогымыз дайын болды. Достар, өте жұмсақ, өте дәмді болып шығады. Осы рецептпен дайындап көріңіздер. Достар, толық рецепті төменде қалдырып кетемін. Баршаңызға көп рахмет.